Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі өте сочный болып шығатын қуырдақ дайындаймыз. Менімен бірге әзірлеп, жақындарыңызды тәтті тағаммен қуанта отырыңыздар. Бұл тағамға бізге керек заттар: мен сиыр етін алдым, ең алдымен өкпе қажет, және бауыр. Мен жүрек қостым, өзіңіз қалауыңызша бүйректі қоссаңыз болады, және де кішкене ет қостым. 2 ас қасық томат пастасы, тұз және де 3 орташа жуа қажет. Ең алдымен біз өкпемізді турап аламыз. Өкпені әр аймақта әркім өзінше турайды. Біреулер үлкен ірі қып турайды, біреулер кішкене ұсақ қып турайды. Мен орташа етіп, жеуге ыңғайлы болатындай турадым. Бұл өзіңіздің қалауыңызша. Өкпені, жүректі және де етті турап қойдық. Ендігі кезекте бауырды турайтын боламыз. Мен бауырдың сыртқы пленкасын алып тастаймын, өйткені ол піскен кезде өте қатты болып тұрады. Ол өте оңай алынады. Кішкене ұшын алсаңыз, ары қарай өзі оңай алынып кетеді. Ал бауырды біз ең алдымен ұзынша етіп турап аламыз. Содан кейін ұзын-ұзын, яғни салым кетіп тураймыз. Өйткені ол тез пісетін болғандықтан, біз оны тамаққа соңғы жақтарында ғана қосатын боламыз. Енді біз қазанымыздың астын жағып, шамамен 70-80 мл май құйып, астын қыздырамыз. Сосын өкпе, жүрек және де етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оған дейін жуамызды көбік қылып турап аламыз. Өкпеден су бөлініп, кішкене суы тарылып, қуырылып азайғаннан кейін үстіне тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, сосын жуамызды қосамыз. Сосын 2-3 минуттай жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Мінекей осындай болып жуамыз толық қуырылғаннан кейін үстіне томатный пастамыз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне қайнаған су құямыз. Етіміз толық суға батып тұру қажет. Сосын мен ішіне 3 лавр жапырағын салдым. Суымыз қайнағаннан кейін оттың астын жай қойып, ровно 1 сағат қайнатамыз. Өкпеміз қайнайын дегенше мен картопты ашып қойдым. Менде шамамен 2-2,5 келідей картоп шықты. Бұл өзіңіздің қалауыңызша аз мөлшерде қоссаңыз да болады. Енді осыны орташа етіп турап шығамыз. Мінекей өкпеміз 1 сағат қайнап шықты. Енді тұзын көріп, керегінше тұзын саласыздар. Сосын осының үстіне картопымызды жайып салып шығамыз. Ал оның үстіне жаңағы ұзынша етіп тураған бауырымызды жайып саламыз. Енді қақпағын жауып, бір қайнатып алып, 20 минуттай жай отта пісіреміз. Мінекей 20 минут уақытымыз өтті. Енді бір араластырып алып, тағы 5 минуттай пісіреміз. Егер де осы рецептпен істейтін болсаңыз, өкпеңіз өте дәмді, үлпілдеп, жұп-жұмсақ болып тұрады. Картопыңыз езіліп кетпейді, және де қуырдағыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.